Ибрахимова Хадиямын. Абайдың 31 қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болуы керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибрат алу керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше оқып, қайтарып, ойланып, ұғу бекіту керек. Төртінші, ой кеселі деген нәрселерден алыс болу керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық болу керек.